Саламатсыздар ма көрермендерім? Қалампырдың емдік қасиеттерін білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ал келесі видеомда пияздың дене қызуын түсіретіні және жалпы пайдасы туралы айтамын. Денсаулыққа пайдалы қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Қалампыр А, С, Е, К, Б тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылын да кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халықтық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір десет қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып шыны ыдысқа құю керек. Қалампыр қандай дертке дауа болады? Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда, қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып, тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Күн сайын 2 дана шайнап жүрсеңіз, созылмалы ангинадан құтыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді, бөтпенің ізін қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтаңыз. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап, 5-10 минуттай тынығып жату қажет. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілерден әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес беріледі. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Тамақтанудан 30 минут бұрын бірнеше бөлік шайнасаңыз, ішектің ақ құрттарын 2 күн ішінде өлтіреді. Қалампырдың әрбір шоқтарының құрамында эвгенол, кариофиллен және иланген сияқты хош иістері бар 20% эфир майы бар. Сондықтан оның ақ құрттардан басқа ағзадағы инфекциялық бактерияларды, стафилококк, туберкулез құрттарын өлтіру қабілеті де бар. Ауыз қуысының қабынуын емдейді. Сағыздың орнына шайнау стоматит, гингивит ауруларын емдейді. Ауыздағы жағымсыз иісті басады және қайтадан иісті болдырмаудың ең арзан әдісі қалампырды шайнау болмақ. Эвгенолдың құрамы қатерлі ісікті тоқтатуға және оның қайталануын болдырмауға көмектеседі. Бұл арнайы сынақтармен дәлелденген және тұқым қуалайтын қатерлі ісікке шалдығу қаупі бар адамдарға оны алдын алу үшін үнемі қолданып отыруға кеңес беріледі. Төмен қысымды жоғарлатуға қызмет етеді. 2 данасын шайнау 1 кесе кофе ішкенмен тең. Қан қысымының төмендеуінен болатын шаршағыштықты, бас айналуды және бас ауруын басады. Бұл 2 тал қалампыр энергияны қалпына келтіреді және дененің қорғаныс қабілетін арттырады. Хош иісті дәмдеуіштің құрамындағы В дәрумені ұйқысыздықты жойып тыныштандыратын әсері бар. Шайдың хош иісін, дәмін және жылу сапасын арттыру үшін оның 1-2 талын үнемі 1 шайнек сүтті шайға қосып
ішіңіз. Егер сіз қалампырды отбасымен қолданғыңыз келсе, түнде ұйықтар алдында молырақ бір кесе сүтке сары май, ас содасы, бір ас қасық арпа талқанымен араластырып, бір тал қалампыр қосып, дәмін шығарып ішіңіз. Таңертең оянғанда керемет демаласыз. Қалампырдың сапасын тексергіңіз келсе, оны кеседегі суға қатты лақтырған кезде тігінен жоғары қалқып кетсе, немесе ыдыстың түбінде тігінен тұрса, бұл эфир майы әлі де бүтін және емдік қасиетті жоғалтпағанын білдіреді. Ал көлденең қалқып тұрса, эфир майының буланғанын және терапиялық мәнін жоғалтқанын көрсетеді. Қалампырдың пайдасымен бірге кері әсері де болады. Егер өсімдікке аллергияңыз болса, қолданбаңыз. Сүт түстері түспеген немесе тісі енді шығып жатқан кезде қолдануға болмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға қолдануға болмайды. Ал сіз қалампырды қандай емге қолданасыз? Пікір бөліміне жаза кетіңіз. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.